Депутат Иса Қазыбек Жарылқасынұлы. Менің сұрағым ішкі істер министрлігі өкіліне. Мына заң жобасының жасалған 4-ші бабы рақымшылық жасау қолданылмайтын адамдар деп жасалыпты. Осының 13-ші тармағында былай дейді: Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің елбасының өміріне қол сұғушылық да кіргізілген бұл жерге. Рақымшылық жасалмайтын ішінде. Осы жерде бір түсініксіз. Тұңғыш президент елбасы деген атау ең бірінші 2000 жылы 20 шілдеде 18 минутта қабылданған заңмен қабылданған. Бірақ 2023 жылы 11 қаңтарда мәжілістің 7-ші шақырылымы бұл заңның күшін жойды. Ендеше бұл атау жаңа заңдарда неге елбасы деп аталады, неге экс-президент деп аталмайды? Бұл қылмыстық кодекстің 166 бабы 2013 жылғы 14 маусымдағы тұңғыш президент елбасының қызметін қамтамасыз ету саласына өзгерістер енгізу туралы заң бойынша енгізілген. Сол өзгеріс бойынша. Ал бірақ 2023 жылға қабылданған заң ең соңғы заң. Кейінгі заң бұрынғы заңның күшін жою керек емес пе? Осы сұрағым, рахмет. Ерлан Жақанұлы, рұқсат болса мен жауап берсем. Абзал Темірғалиұлы жауап берсін. Бұл жағдайдан толық хабардармын. Айтуыңыз өте орынды. Конституциялық заңға сәйкес, конституция иерархиясы бойынша ең жоғары тұрған заң болғасын жерде, оның астында кодекстегі заңдар бәрі сәйкестендіру керек болатын. Бұл жұмыс енді 8-ші шақырылым депутаттары осы 2023 жылдың сәуір айында менің қолыма қылмыстық заңнаманы жетілдіру туралы заң жобасы келіп түсті. Қазіргі таңда жаңа атап өттім ғой, Сенатқа жолдадық, осыдан 2 апта бұрын өзіміз жалпы отырыста. Сол заңның аясында қылмыстық кодекстің бұл бабына тиісті өзгертулер енгізілді. Елбасы тұңғыш президент деген сөздер алынып тасталды, заңға сәйкестендірілді. Бұл жағдайды әзірге енді күшіне енбеген жерде бұл қолданыстағы заңның редакциясы қолданылып отыр бұл жерде. Рахмет. Қанағаттандыңыз ба, Қазыбек Жарылқасынұлы жауапқа? Онда осымен сұрақ жауапты аяқтаймыз, құрметті депутаттар.